Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ванильді капкейки дайындайтын боламыз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 72-де 5 немесе 82% бөлме температурасындағы майды қосамыз. Ұсақ қантымызды саламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Араласқан массамызға жұмыртқаларды салып шығамыз. Және араластырамыз. Електен ұнды өткіземіз. Бір қасық қопсытқыш саламыз. Миксердің көмегімен араластырамыз. Және капкейкиларға осындай формалар қажет болады. Дайын формаларымызға 40 грамм капкейкиларымызды салып шығамыз. Бұндай формаларды кондитерский магазиндерден сатып ала аласыздар. Осы барлық ингредиенттен 15 немесе 18 капкейки шығады. Капкейкилардың беті біркелкі болып пісу үшін дәл мен сияқты осылай ұрып шығамыз. Дайын капкейкиларды 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің капкейкиларымыз пісті. Жұп-жұмсақ, нәзік, тура дүкендегіндей болып пісіп шығады. Капкейкиміз суығанша кремімізді дайындап аламыз. Творожный сырға сахарный пудрамызды қосып, творожный сырдың түйіршіктері қалмау үшін жақсылап миксермен араластырып аламыз. Сливки қосатын боламыз. Кондитерский мешокқа дайын кремімізді саламыз. Толық суыған капкейкимізді әсемдейтін боламыз. Осымен ванильді капкейкиміз дайын. Жасалу жолы өте оңай. Жасап көріңіздер. Ас болсын.